Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз питчинг тақырыбын қарастыратын боламыз. Яғни идеядан инвестицияға дейінгі жол. Ең алдымен питчинг деген не? Соның анықтамасын айта өтейік сіздерге. Питчинг бізде қысқа нұсқа презентация арқылы идеяны, жобаны немесе өнімді таныстыру болып келеді. Оның мақсаты бізде инвесторлардың, серіктестердің немесе клиенттердің қызығушылығын ояту және келесі кездесуге келісім алу болып табылады. Негізгі элементтері бізде мәселенің анықталуы, шешімнің мәні, нарық мүмкіндігі және шақыру әрекеті болып табылады. Енді бізде идея деген. Идея нақты әрі қайталанбас ұсыныс, яғни шешімнің түйіні болып келеді. Сосын бізде мақсат, кім үшін және қандай мәселені шешетінін көрсетуіміз керек біз клиенттерге. Сосын бізде шақыру, инвестордан не қажет екен, нақты жазу, ақша, байланыс, ресурстар. Енді біз неліктен питчинг маңызды деген сауалға назар аударсақ, питчинг стартаптар мен кәсіпкерлер үшін қаржы тартудың негізгі құралы болып табылады. Яғни бұл жақта бізде уақыт шектеулі, орташа питчинг уақыты бізде 3-5 минут, сондықтан әрбір сөйлем есептелген болуы тиіс. Яғни бос сөздермен сіз клиенттің қызығушылығын төмендетіп алуыңыз мүмкін. Бір сәтте сендіру табыстың кілті. Яғни сіз қандай да бір сөзбен немесе сол клиенттің тілін табу арқылы кез келген сөзбен оны сендіре алады екенсіз. Сосын бізде қаржылық тірек, яғни инвестиция алу, жобаны жылжыту үшін негізгі қозғалтқыш болып табылады. Одан кейін бізде серіктестік мүмкіндіктер. Нарықта тез өсу үшін стратегиялық серіктестер қажет болады бізде. Сосын нарықтың растауы, инвестордың қызығушылығы өнімнің нарыққа қажеттілігі бізде растайды екен. Сосын бізде питчингтің негізгі құрылымы бар. Тиімді питчингтің құрылымы инвесторға жобаның маңызды аспектілерін жүйелі түрде түсіндіру керек. Яғни қысқаша анық бөлімдер, мәселенің шешімі, ол жақта бізде нарық, бәсекелестік, команда және қаржы болады. Әр бөлімге бізде шамамен 20-30 секунд мөлшерінде уақыт беріледі. Сосын нақты сандар мен нақты мысалдар келтіру бізде маңызды болып табылады. Сосын бізде мәселе бұл жақта нарықтағы ауыртпашылықты анықтап көрсетеміз біз клиентке. Сосын шешім, өнім немесе қызметтің қалай жұмыс істейтінін дәлелдеп көрсетуіміз керек. Сосын нарық, мақсатты аудитория және там, сам, сон көрсеткіштері бізде. Команда, бізде команда бұл неге дәл осы командаға сенім керек, тәжірибе мен жетістіктері бұл жерде аса назарға аударылатын болады бізде. Сосын қаржы, яғни бұл ең маңызды аспектілердің бірі бізде. Қаржы инвестиция мен оның пайдалануы нақты сызба болып келеді. Сосын тиімді питчингтің бізде 5 құпиясы бар. Сәтті питчингке дайындалу бізде жүйелі еңбекті қажет етеді екен. Қысқа әрі нақты болыңыз, эмоция мен фактілерді үйлестіріңіз, визуалды құралдарды тиімді қолданыңыз дейді. Қиын сұрақтарға дайын болыңыз, яғни сіз қандай да бір келісім шартта, қандай да бір кездесуде сізге кенеттен сұрақ қойып қалса, сол сұраққа жауап беруге дайын болуыңыз керегі осы жерде айтылып кетеді. Яғни практика плюс кері байланыс бізде негізгі формула болып табылады екен. Қысқа әрі нақты, яғни 5 слайдтан аспау, негізгі ұсыныстарды қысып, жүйелі түрде, нақты түрде көрсету. Сосын бізде эмоция мен директ қосылған, тартымды оқиға мен нақты көрсеткіштер бір-бірін бізде толықтырып отырады екен. Одан кейін көрнекі құралдар, графиктер шешімді жылдам түсінуге көмектеседі. Яғни жай ғана сөзбен біз клиенттің қызығушылығын төмендетіп алуымыз мүмкін. Оған қандай да бір графиктер, мысалдар мен көрсеткіштермен түсіндіруіміз керек екен. Сосын сұрақтарға дайындық, потенциалды қарсыластарды алдын ала ойластырыңыз дейді. Яғни бағана айтылып өтілгендей, сол клиенттен немесе кездесудегі жеке тұлғадан сұрақ келіп қалған кезде соған алдын ала біз дайын болуымыз керек екені осы жерде айтылып өтіледі. Сосын сенімділік, дауыстың тембрі, дене тілі және көз байланысы сенімділікті күшейтеді. Яғни сіз сөйлесіп жатқан кезде дауысыңыз өзіңізге сенімді, яғни өз айтып жатқаныңызға өзіңіз сенуіңіз керек. Ал жеңіл дауыспен, түсініксіз дауыспен сөйлесеңіз, яғни сөздеріңіз анық болмаса, оған клиент түгілі сіздің өзіңіз сенбеуіңіз мүмкін. Сосын бізде питчинг кезінде жиі кездесетін қателіктер, яғни көп кездесетін қателіктер ұзақ әрі мазмұнсыз сөйлеу. Нарықты және бәсекелесті терең түсінбеу, қаржылық жоспарды түсініксіз көрсету және көрермендермен байланыс орнатпау дейді. Бұлардың барлығы бізде қателіктер болып табылады. Яғни әрбір қате инвестордың сенімін азайтады. Яғни ол қате кеткен сайын менің бұған қаржы салуым дұрыс па деген сұрақ өзіне көбейе беріп сізге сенім арта қоймауы мүмкін. Сосын бізде қате, яғни ұзақ сөйлеу фокусты жоғалтады және негізгі ұсыныстарды алыстатады. Сіз нақты сөздермен сөйлемесеңіз,
бос сөздермен, көп информациямен сол инвестордың миын улап тастауыңыз мүмкін. Сосын қате қаржыны түсініксіз көрсету, яғни инвесторлар нақты ROI мен пайдалану жоспарын сұрайды, яғни цифрлық қажеттілік бұл жерде бізде туындатады екен. Сосын питчингтің визуалды жағы. Визуал сіздің тарихыңыздың дауыссыз версиясы болып табылады. Таза және қарапайым дизайн, әр слайдта бір негізгі ой, оқуға ыңғайлы қаріпті және түстердің үйлесімі маңызды. Яғни сіз сол инвестормен кездесу кезінде, слайд дайындаған кезде барлығын жүйелі түрде жасауыңыз керек екен. Яғни сөздеріңіз, көрсететін бағанағы диаграммаларыңыз, немесе қандай да бір сол қаріп түсі болсын, қаріп размері болсын, өлшемі болсын, барлығы бір-бірімен үйлесімді болуы керек екен. Келесі. Сосын бізде питчингтің нақты мысалы стартап курс тәжірибесі дейді. Стартап курс студенттердің идеясын MVP-ге дейінгі жолды көрсетіп, команда рөлін айқын бөледі екен. Олар нақты нарық деректері мен пилот клиенттердің пікірлерін қоса беріп, инвесторларға мақсатты ROI және алғашқы пайдаланушыны тарту жоспарын ұсынады. Бұл мысалы практикалық шаблон, мәселені анықтау, тест прототип, тестілеу нәтижелері және нақты сұраныс болады екен. Сосын бізде питчингті қалай жаттықтыру керек деген сұрақ. Енді бізде практика ең тиімді дайындық. Достар мен әріптестер алдында тәжірибе жасаңыз, уақытты бақылаңыз және презентацияны қысқарыңыз. Яғни сіз инвесторға дейінгі дайындық кезеңі болып қалыптасады. Яғни инвестормен сөйлеспес, кездеспес бұрын, мәмілеге келмес бұрын сіз өз достарыңызбен немесе таныстарыңыздың алдында өзіңіздің шеберлігіңізді айқындап көруіңіз керек екен. Яғни тренировка кезінде сценарий бойынша емес, ұқыпты табиғи жеткізілуді жаттықтыру маңызды. Бұл жерде назар аударатын жай сценарий бойынша емес. Неге? Өйткені бағана айтылған кез келген жерде сұрақ туындап қалса, сіздің айтып жатқан әңгімеңіздің бәрі сценарийден тыс болып кетеді. Яғни ол жерде сіз импровизация бойынша алып кетуіңіз керек екен. Яғни айтылған репетиция 3-5 рет толық репетиция уақытпен иннотацияны тексеру керек екен. Сосын кері байланыс, қиын сұрақтарға алдын ала анықтап, жауаптарды дайындау. Яғни сұрақ туындап қалған кезде не айтатыныңызды білмей қобалжып қалмау керек екен. Сосын видео жазу, өзіңізді жазып алып, дауысты және мимиканы талдау. Яғни сол инвестордың алдында өзіңізді қалай ұстайсыз, сырт келбетіңіз, дене бітіміңіздің сөйлеу, барлығын өзіңіз реттеп отыруыңыз қажет екен. Енді қорытындылай келе, питчинг табысқа апарар алғашқы қадам. Жақсы дайындалған питчинг инвестиция мен серіктестікке жол ашады. Яғни әрбір сөз бізде маңызды, әрбір слайд әсерлі болсын. Таңдаулы визуал мен құрылым сіздің сенімдігіңізді және жобаның өміршеңдігін көрсетсін. Енді сіздің кезегіңіз идеяны сенімді түрде жеткізіп, алғашқы инвестиция қадам жасауыңыз керек екен. Осылайша бүгінгі біздің питчинг тақырыбымыз аяқталды.